Саламатсыздар ма, білімді білікті студенттер? Мен Керімбаев Қанатбек Тастанбекұлы, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінде 2010 жылдан бері арнайы пән оқытушысы қызметін атқарып келемін. Мінекей, сіздерге видео сабағымызды бастамас бұрын төменде көрсетілген WhatsApp желісіндегі номерімді және де mail.ru сайтындағы логинімді көрсетіп отырмын. Осы видео сабаққа қатысты пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз және де мынау қазіргі сабақ барысында берілетін тапсырмалар және үй тапсырмасы бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, осы көрсетілген парақшаларға жолдай аласыздар. Енді құрметті студенттер, яғни бүгінгі біздің видео сабағымыздың желісі барысы модульдік оқыту жүйесі бойынша ол бізде қандай модуль? Бұл модуліміз теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару мамандығының кәсіптік модулі. КМ02 электротехника заңдарын қолдану. Бұл модулімізді қалыптастырушы пәндердің бірі электротехника. Осы пәніміздегі біз зертханалық бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол Electronics Workbench және MATCAD программаларын пайдаланып тұрақты тоқ тізбектерін есептеу. Енді сабағымыздың мақсаты, міндеті және күтілетін нәтижелерге тоқталайық. Сабағымыздың мақсаты электр тізбектерінің қасиеттері және негізі заңдары, күрделі электр тізбектерін есептеу әдістері мен электрлік өлшеу туралы білімдерін қорытындылай отырып, тұрақты тоқтың тармақталған электр тізбегіндегі тоқтарды, компьютерлік программаларды пайдалану арқылы өлшеп есептеуді үйрету. Сабақтың міндеттері: сабақта жаңа педагогикалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық технологияларды қолдана отырып, студенттердің білім сапасын арттыру және шығармашылық қабілетін, ой өрісін дамыту. Компьютерлік зертханалық программалармен жұмыс жасау, яғни жұмыс істей алу дағдыларын жетілдіру. Енді күтілетін нәтижелер: ақпараттық технологияларды пайдаланып, компьютерлік, тәжірибелік және математикалық программалармен жұмыс жасау әдіс тәсілдері. Біздегі оқытылып жатқан қазір таңда кәсіптік және арнайы модульдеріміз бар, соның ішіндегі пәндеріміз бар, соларды оқып меңгеруді жеңілдетіп жетілдіреді. Және де студенттердің пәнге деген қызығушылығы, оқуға белсенділігі және де компьютерлік программалармен жұмыс жасау дағдысы артады. Енді жаңа айтып өттік, бүгінгі зертханалық сабағымыз, яғни зертханалық жұмысымыздың көшейік. Мінекей, бізде жаңа тақырыпты бастамас бұрын, мінекей бізде кесте беріліп отыр. Осы кесте өткен тақырыптарды еске түсіру және өткен тақырыптарға шолу, соны тексеретін боламыз. Яғни бұл сіздерге кесте өздеріңіздің жеке парақшаларыңызға жіберілетін болады. Мінекей мына жерге жауаптарыңызды жазып жібересіздер. Бұл сұрақтарымыз бізде қазіргі зертханалық тапсырмаларды орындауда қажет болады. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сәйкес жұмыстың мақсаты Electronics Workbench программасын және MATCAD 2000 Professional компьютерлік математика программасын пайдаланып, біздегі күрделі электр тізбектерін контурлық тоқтар әдісі арқылы есептеуді үйрету. Енді бізге қажетті, осы жұмысты орындалуына қажетті құрал жабдықтар мен программалар, ол бізде ең бірінші қажетті құрал жабдығымыз ол дербес компьютер және де келесідей компьютерлік программаларымыз. Ол қандай программа? Мінекей көріп отқандарыңыздай Colorant коды 16 версиялы радиоэлементтер және электротехника элементтерді маркировкасы бойынша анықтау программасы. Ол біздегі кодаланған немесе маркировка жасалынған элементтерді нақты мәндерін алу үшін қажет болады. Екінші программамыз ол біздегі зертханалық виртуалды программа Electronics Workbench программасы 5.12 версиясы. Бұл программада біз барлық электр схемаларын жинайтын боламыз. Өлшеу жұмыстарды осы программамен жүзеге асады.
Ал үшінші программамыз ол MATCAD 2000 Professional программасы. Ол біздегі күрделі теңдеулер жүйесін шешуде көмектеседі. Енді осы программамен таныс болдық. Біздегі ары қарай жұмыстың орындалу тәртібі. Құрметті студенттер, әрбіріңіз нұсқаларыңыз бойынша тапсырма орындайтын боласыздар. Ол бізде мінекей нұсқаны қалай аламыз? Яғни мен сіздерге әрбірлеріңіз нұсқаларыңызды беремін. Тізім бойынша осы нұсқаларыңызға сәйкес ол да сіздердің жеке парақшаларыңызға жіберілетін болады. Осы нұсқаларыңызға сәйкес қажетті сұлбаны және мінекей бірінші сан сұлба, екінші сан берілген мәндер нұсқасын таңдап аласыздар. Егер 25-ші нұсқа болса, мысалы, екінші ол сұлбаның номерін білдіреді, ал 5-ші ол берілген мәндер нұсқасы. Біздегі электр тізбегіміз екі тұрақты энергия көзінен, яғни электр қозғаушы күштерінен, және 3 электр энергиясын қабылдағыш, яғни ол біздегі резистор элементтері. Енді ең алдымен бірінші кестедегі өзіміздің нұсқамыз бойынша міне 25-ші нұсқа еді, сондағы 5-ші берілген мәндерді қатарын қарасақ, электр қозғаушы күштері нақты мәндер берілген. Бірақ та резисторларымыз қандай резистор екен? 3 кодалы, 3 кодтық чейп резисторлар екен. Бұл әрбір резистордың мінекей кодасы берілген, маркировкаланған. Осы резисторлар нақты мәнін анықтау үшін бізде мінекей көрсетілген ескерту. Колорент код радиоэлементтерді маркировкасы бойынша анықтау программасы арқылы резисторлардың нақты мәнін анықтап алайық. Сіздерге осы жерден сразу көрсете кетейін. Мінекей Colorant код 16 версиялы программасын ашып алдық. Бұл жерде мінекей вертикалды қатарда әрбір элементтер берілген. Бізге бұл жерде чип компоненті ұяшығын таңдаймыз, яғни біздегі чип резисторлар. Бұл жерде жаңағы бізде қанша кода берілген еді, мінекей 209 деген код берілген еді, ол 209 сан мынау кестеге енгіземіз. Көріп отқандарыңыздай нәтижесі қанша ом шықты? 20 ом. Дәл осы секілді басқа да элементтерді жүктеп аласыздар, анықтап аласыздар. Енді ары қарай орындалу тәртібіміз мына бір тапсырмаларды орындауға әкеліп тұр. Яғни бірінші тапсырмамыз ол біздегі жаңа айтып өткен электрон workbench программасымен тоқтардың мәнін табу, әрбір тармақтардағы, және оны сәйкесінше 2-1 кестеге енгізу. Ал екінші тапсырмамыз ол MATCAD 2000 Professional компьютерлік математика программасын пайдаланып жаңағы электр тізбектерін контурлық тоқтар әдісі арқылы есептеу. Оны да сәйкесінше 2-2 кестеге енгізетін боламыз. Енді бірінші тапсырма бойынша электрон workbench программасын ашып аламыз. Енді осы Electronics workbench программасында электр тізбегінің электр схемасын қалай жинаймыз? Мінекей жоғары жағында қатарда көрсетілген ол мінекей функциялар сақтау, орын жай-күйін ауыстыру деген секілді, және масштаб мінекей. Масштабын өзгертіп алайық. Ал соңғы екінші қатарда бұл жерде көріп отқандарыңыздай элементтер, яғни біздегі электротехникалық, электроникалық элементтердің қатары, яғни электр өлшеу құралдарының қатары бұл жерде берілген. Бізге қажетті элементтерді таңдап алайық. Яғни тышқан батырмасын, сол жақ батырмасын басу тұру арқылы элементтерді алып келіп орналастырамыз экранға, бетке. Енді бізде қажетті 2-3 резистордан тұратын электр тізбек біздегі қажетті элементімізді алып келіп болғаннан кейін осы элементтерді көлдеңінен вертикалды күйге көшіріп аламыз, яғни сұлбадағыдай. Және де бұл элементтер жалғау. Резистор элементтің ұшын келесі батарея элементінің ұшына алып баратын болсақ, ол жерде
мінекей бір-бірін жалғану жүзеге асады. Ешқандай қиындығы жоқ. Қарап отырсаңыздар, дәл осы секілді барлық элементтерді бір-біріне жалғап шығатын боламыз. Енді тағы да бір айта кететін элементтер таңдау, оның бір-біріне жалғау түсінікті болды. Енді сіздерге бізге тағы қажетті амперметр қажет болады. Әрбір тармақтағы да амперметр құрылғысын жалғаймыз. Оны қалай жалғауын да еске түсіре кетейік. Мінекей, амперметрді біз тізбектегі электр ток күшін өлшеу үшін тізбекте жалғаймыз. Вольтметрді параллель, ал омметрді қозғауыш күшін ажыратқан күйде жекелей өлшеп аламыз. Мінекей, бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді біздегі амперметрдегі қоюлатылған қою қара сызықпен белгіленген ұшы бар, және де жай ғана сызықпен белгіленген ұшы. Бұл біздегі қоюлатылған сызықпен белгіленген ұшы, ол бізде мультиметрдің, яғни кез келген өлшеу құралының екі, білесіздер, полюсы оң таңбалы және теріс таңбалы сымдары берілетін болады. Ол бізде қызылы ол оң таңбалы, яғни оң полюс. Қара түсті сымымыз ол бізде минус таңбасын береді. Дәл сол секілді бұл жерде де сол қоюлатылған қара сызығымыз ол минус амперметрдің минус таңбасын, ал мына жағы оң таңбасын көрсетеді. Енді ол түсінікті. Енді біздегі берілген элементтердің жаңа бірінші кесте бойынша әрбір элементтің өздерінің мәндерін ретке келтіріп алу керекпіз. Ол үшін элементтің үстіне апарып, курсорды элементтің үстіне апарып, тышқан батырма, соң жақ батырмасын бассақ, компонент, яғни компонентті өзгерту функциясы бар. Сол жерден біз қажетті өзіміздің мәндерімізді енгізе аламыз. Бізде бірінші резисторымыз жаңа 20 ом шыққан еді. Мына жерде килоом беріліп отыр, ал біз оны омға, жай ғана омға өзгертеміз. Мінекей, дәл осы секілді барлық элементтерді ретке келтіріп аласыздар, мәндерін енгізіп. Енді біздегі жаңа айтып өткендей, бізде амперметріміз тізбекке, электр тармағына тізбектей жалғанады деген едік. Біздегі амперметрді бірінші тармаққа тізбекте жалғадық. Енді осы программаның оң жақ, жоғар жағында активацияны қосу батырмасы бар. Мінекей, қосу батырмасын басу арқылы біз электр тізбегін іске қостық. Осылай арқылы әрбір тармақтардағы тізбектерде әрбір тармақтағы нақты тоқтардың мәнін алып, 2/1 кестеге толтырасыздар. Енді бізде келесі тапсырма ол маткат программасымен орындалатын тапсырма. Ол үшін біз электр тізбектеріне есептеп, Кирхофтың екінші заңы бойынша контроль тоқтар әдісі арқылы есептейміз. Теңдеулер жүйесін жазамыз, және оны біз қарап отқандарыңыздай маткат профессионал программасында есептейтін боламыз. Мінекей, бұл да қарап отырсақ, тура электрон workbench программасы секілді, бірақ бұл есептеу, алгебралық есептеулер жүргізетін программа. Дәл сол секілді экраны шығып отыр, көріп отырсыздар. Мінекей, мына жерде математикалық элементтері берілген. Соның ішіне біз калькулятор матрица элементтерін таңдап алдық. Экранға сәйкесінше мінекей кез келген мәндерді жазуға, оларды өшіруге болады. Немесе мына жердегі символдарды пайдалануға болады. Теңдеулер қосу, яғни барлық компьютерлік математикалық функциялар пайдалануымызға болады.
Мінекей бұл жерде калькулятордегі тең батырмасын басу арқылы өзімізге қажетті, мысалға алатын болсақ, барлық осылай элементтерді енгізіп шығамыз. Біздегі жаңағы нұсқалардың бойынша берілген мәндерді. Осылар енгізіп болғаннан кейін, енді ол мінекей бәрін толық жазып шықтық. Бізде берілген мәндерді бірінші кезекте жазып алуға жетпіз. Және де екінші бізге жаңа контрол тоқтар әдісі арқылы алынған теңдеулер жүйесін мінекей қарап отырғандарыңыздай матрицалық әдіспен теңдеулер жүйесін шешіп аламыз. Ол жерден контрол тоқтар әдісінің формулалары арқылы нақты тоқтардың мәнін аламыз. Мінекей бірінші, екінші, үшінші тармақтардағы тоқтардың мәні алынды. Оны қажетті жаңа Кирхофтың бірінші заңы арқылы мінекей тексеріп алдық. Есебіміздің дұрыстығын көрсетіп отыр. Мінекей бұл тапсырманы осылай жолдармен орындап аласыздар. Енді сізде барлық мәндерді сәйкесінше екі тапсырманы кестесіне орналастырған соң екі кестені салыстырасыздар. Екі кестенің мәндері бірдей шығатын болса, значит сіздердің орындаған тапсырмаларыңыз дұрыстығын көрсетеді. Енді сіздерге үй тапсырмасы, мінекей мынадай үй тапсырмалары беріліп отыр. Бұл үй тапсырмалар барлығы дерлік жаңағы бізде қолданылған компьютерлік программалармен орындалатын болады. Осы программалармен сіздер үй тапсырмасын орындау арқылы да программалармен жұмыс істей алу дағдыларыңыз артады. Енді студенттер сіздерге қажетті сабағымыз соңында қажетті айта кететін электрондық ресурстармен таныс болыңыздар, және мінекей қажетті сілтемелер. Бұл сіздерге яғни барлық сабақтарды оқу барысында және де осы біздегі модулімізді оқу барысында үй тапсырмаларын орындау барысында қажетті сілтемелер. Ең бірінші сілтемеміз біздегі мінекей көріп отырсыздар, кәсіпқор сайтынан аламыз. Яғни сіздерге оны көрсетейін. Кәсіпқор.kz сайты, сол кәсіпқор сайтынан, яғни бұл сайт біздегі қазір таңдағы барлық техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын және де оған қажетті оқу құралдарын құрастырып, оларды қамтитын біздегі арнайы сайт. Осы сайттың негізгі бетінен содержание образования, сол ұяшықтың тізбесінен учебная литература, яғни оқу әдебиеттерін таңдап аламыз. Ол жерден өзімізге қажетті кітаптардың тізбесін көре алатын боламыз, және оны өзіміздің компьютерімізге мінекей оқу баспа орталығы Академия Медиа оқу баспа орталығының әдебиеттерін таңдауды көрсетейін. Осы жерде мінекей пәннің атауы дейді авторлары, және де сілтеме арқылы жүктеп алу. Бізге қажетті бірнеше кітаптар берілген бұл тізбеде. Соның бірі электротехника оқулығы, авторы Бутырин. Жүктеу батырмасын басу арқылы сіздер кез келген осы кәсіпқордағы сайтындағы оқу ресурстарын, оқу құралдарын өздеріңізге жүктеп ала аласыздар. Яғни қазір таңда цифрландыру, мінекей осы цифрлық оқу құралдар арқылы сіздер оны кез келген жерде пайдалана аласыздар. Мінекей осы оқу құралдарын жаңағы біздегі тұрақ тоқтың есептеу барыстарында да мінекей қолдана аласыздар. Контурлық тоқтар әдістері де бұл жерде берілген. Мінекей контурлық тоқтар әдісі, осы әдістер арқылы сіздер жаңағы біздегі берілген мәндерді есептеп шығара аласыздар.
Сонымен құрметті студенттер, мінекей қажетті сілтемелермен таныс болдық. Ал төменгі 2-ді, 3-ші, 4-ші сілтемелер ол біздегі әрине жоғарыда осы тапсырманы орындау барысында қолданылатын Color and Code, Electronics Workbench және MATCAD программаларының сілтемелері, яғни бұл осы сілтемелерді басу арқылы сіздер қажет өздеріңізге жаңағы 3 программаны автомат түрде жүктей аласыздар. Мінекей сіздерге барлық оқу программалары, оқу құралдары қолжетімді. Осылар арқылы сіздер барлық мінекей осы жұмыстың, яғни видео сабағымызда көрсетілген барлық тапсырмаларды орындауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздерге сәттілік. Құрметті студенттер, сау саламатта болыңыздар.